Арма құрметті көрермен, Түркістан телеарнасының эфирінде жедел түсірілім. Осы аптадағы болған оқыс оқиғалар мен төтенше жағдайлар тізбегін тағы да ұсынамыз. Студияда мен Айдос Тұрған, алдымен айтар сөздің аңдатпасы. Бір тоннадан астам есірткінің көзі жойылды. Улы газдан абай болыңыз, келесі ауданда 4 бірдей адам көз жұмды. Полиция қызметкерлерімен тергеу амалдары жүргізілуде. Тараз қаласында баласын сатқан безбүйрек ана ұсталды. Осы және өзге де оқыс оқиғалар жөнінде бірер сәттен соң. Қырық апта құрсағында көтеріп, жүрек тұсында 9 ай бойы сезініп келген сәбиін ана қалай саудаға салады. Тұрмыстың төмендігін, күнкөрістің қиындығын алға тартып ақталатындар да бар. Ал бірақ ең сорақысы бала сатып баюды кәдімгі кәсіпке айналдырып алған қаскөйлердің қылығы тоқтар емес. Толығырақ келесі бейне материалда. Тараз тұрғыны бауыр еті баласын бөтен отбасына бере салған. 22 жастағы келіншек шақалақты босана сала, құрбысының танысына еш ойланбастан өткізіп жіберіпті. Тірі тауарға айналған бүлдіршін қазір 3 жаста. Бұл құпия 3 жылдан кейін кездейсоқ анықталған. 22 жастағы келіншек жезөкшелікпен айналысты деген күдікпен тіркеуге алынады. Полицейлер оның құжатын тексере келе сәби болғанын және оны бөтен отбасына бергенін әшкерелеген. Ал өзі оны бағып қағуға шамам болмады деп түсіндірген. Сөйтіп некесіз перзентін сәби сүюге зар болған елі зайыптыға өткізіпті. Асырап алушы отбасының отағасы қыздың әкесі өзім деп тіпті оған туу туралы куәлігін жасатып алған екен. Расымен солай ма, ол жағын енді тәртіп сақшылары сараптама арқылы анықтағалы жатыр. Қазір істің мән-жайы мұқият тексерілуде. Бүлдіршіннің тірі тауарға айналғаны расталса, қос тарапта жазасыз қалмайды. Ал 3 жастағы қыз асырап алған ата-анасының үйінде. Жамбыл облысының полиция департаменті қызметкерлерімен рейдтік іс-шара өткізу барысында 22 жастағы жергілікті тұрғын ұсталды. Ол 2018 жылы бала туып, оны 3-ші тұлғаға басқа отбасына тәрбиелеуге заңсыз берген. Аталған дерекке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 135 бабы 1-ші бөлігі кәмелетке толмағандарды сату бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Ұсталған азаматша кінәсін толық мойындады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 440 бабы 1-ші бөлігі бойынша 36 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Профилактика есепке жеңгетай санаты бойынша 1 адам және жезөкшелікпен айналысқаны үшін 6 әйел есепке қойылды. Омикрон, бұрын соңды естімеген боларсыз. Бұл әлем елдерін алаңдатқан вирустың жаңа түрі. Оңтүстік Африкада бастау алған жұқпалы ауру сағат сайын ауамен айналуда. Індеттің бұл түрінен сақтануды тіпті дүние жүзінің ғалымдары білмейді. Ал толығырақ Бағдәулет Ерланұлының бейне материалында. Бүгінде әлемнің 20-дан астам елі шекарасын жауып үлгерді. Себебі атышулы індеттен сақтанып әлек. Алғашқы болып шекарасын бекіткендердің бірі Израиль. Одан соң Ресейде Гонконг пен Африкадан келушілерге шекарасын жапты. Аурудың алдын алу бойынша бірнеше компаниялар вакцина әзірлеуге кіріскен. Десекте дерттің шығу себебі анықталмай отыр. Болжам бойынша мынандай симптомдар анықталды. Алдымен адам қатты шаршап, бас ауырады, тамақ ауырады. Температура сирек көтеріледі. Африкалық дәрігерлер мұның дельта штаммынан 2 есе қауіпті екенін ескертеді. 30 түрлі мутацияға ұшыраған вирус өте қауіпті. Жылдам тарап аз күнде адам өмірін жалмайды. Мамандардың айтуынша індеттің біздің елге де жылдам келуі мүмкін. Себебі ауа арқылы тез тарайды екен. Осыған орай Қазақстанда шектеу шаралары күшейтілмек. Бұл туралы үкімет отырысында денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Марат Шоранов айтты. Одан соң Мысырмен әуе қатынасы уақытша тоқтайды. Тіпті Мысырда жүрген отандастарымыз елге қайтарылады. Бельгия, Италия, Германия тағы басқа елдерден келушілердің вакцинасы бар жоғына қарамастан ПЦР тест тапсыруы тиіс. Әлем бойынша бір жылда 3700 тонна есірткі тұтынылады екен. Адам атаулының еккені, шеккені 340 тоннасы героин екен. Бұлай кете берсе адамзатқа ақыр заманның ертегелері сөзсіз. Бірақ күні кеше 1 тонна 100 килограмм есірткінің көзі кәдімгідей жойылды. Есірткіге еліртіп, есін жоғалтқандармен қоғам болып күреспесек қиын. Толығырақ келесі бейне материалда.
Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері Жетісу көлік прокуратурасының үйлестіруімен арнайы комиссия қатысуымен жалпы салмағы 1 тоннадан асатын героиннің аса ірі партиясын жойды. Есірткіні комитет қызметкерлері Германияның қылмыстық кеден полициясымен бірлесіп, сондай-ақ Ресей, Белоруссия, Литва, Польша және Нидерланды құқық қорғау және кеден қызметкерінің көмегімен өткізген халықаралық арнайы операция нәтижесінде тәркілеген. Осылайша 2019 жылдың қазан айында Қазақстан аумағына өңделген мәрмәр деген атаумен жүк әкелінді. Нидерландыға жөнелтілген тауарды тексеру кезінде тергеушілер героин бар 2208 брикетті анықтады. Ұйымдасқан қылмыстық топ есірткі транзитін Ираннан Еуропалық одақ елдеріне өткізуді жоспарлаған. Қазіргі уақытта аталған іс бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 286 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Улы газдан абай болыңыз, әсіресе қыс ауасы үйді жылытар кезде аса сақтықпен қимылдаған жөн. Егерде жылыту пештерінен немесе газ құбырларынан қандайда бір ақауды байқасаңыз, тез арада ретке келтіріңіз. Өйткені көгілдір газдың кесірінен Келес ауданында бір үйден 4 адам көз жұмды. Айта кететіні, осы уақытқа дейін рейд барысында камин пешін пайдаланғаны анықталды. Мамандар ескерту жасап, ол пешті газ жүйесінен ажыратқан. Қолдан жасалған жылыту қондырғысын қосқан деп жауаптылар болжап отыр. Ал облысымызда бір жылдың ішінде дәл осындай 4 оқиға тіркеліп, 11 адам көз жұмған. Осы жағдай бойынша қазір полиция қызметкерлерімен тергеу амалдары жүргізілуде, сараптамалар тағайындалды. Енді айтып кететін болсақ, бұл жерде мынау пешті пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарының бірқатар сақталмауы анықталып отыр. Сотталмаған туралы анықтама қажет. Жұмыс іздеушіге қойылатын басты талап осы. Алайда өмірде шалыс басып жазасын өтеп шыққандарды еңбекке тартудан қашпайтын жұмыс берушілер де бар. Кей сотталғандар тіпті ешкімнен қолдау күтпей-ақ сүйікті істерінен нәпақа тауып жүр. Қазіргі уақытта бір ғана Жетісай ауданында 90-ға жуық сотталған азамат жүйелі жұмыс жасауда екен. Толығырақ келесі бейне материалда. Жетісайда жазасын өтеп бостандыққа шыққан 221 азамат бар. Олар пробация есебінде тұрады. Жаза басқандардың 31-і жұмыссыз. Жыл басынан бері сотталғандарды қоғамға бейімдеу мақсатында бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі тұрақты өтеді. Нәтижесінде 90-нан астам адам уақытша және тұрақты жұмысқа орналасып, отбасын асырап отыр. Ал 15 азамат қайта даярлау курсынан өтті. Адам бос болғаннан кейін ойына әртүрлі ойлар келеді. Үйде бос болғаннан кейін көшеге шыққысы келеді, жора жолдастарына қосылғысы келеді. Сол себепті түзелудің, тәрбиелеудің негізгі құралы бұл еңбек болып табылады. Бос уақыттарын тиімді пайдалану болып табылады. Сол себепті осындай мына ярмаркаларды ұдайы түрде ұйымдастырып, осы жұмыссыздықпен сотталғандарды жұмыспен қамтуға осындай шаралар өткізіп ықпал жасап жатырмыз. Кеңес болады. Сол кеңесте қаралып, мұқтаждықтарына қарай жаңағыдай әлеуметтік құқықтық көмектер көрсетіп жатамыз. Атырауда серіктестік директоры 1 миллиард 200 миллион теңгені шетелге заңсыз шығарған үшін сотталды. Қытай азаматы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің атынан өзге бір компаниямен біріктірілген газ-химия кешенінің құрылысы бойынша техникалық кеңес беру қызметтерін көрсетуге жалған мәміле жасаған. Бірақ бұл құжаттың негізінде консультациялық қызметтер қажет болмаған және көрсетілмеген. Заңсыздыққа барған Цундеге 1 миллион 300 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Жетісайда айыпақын төлемей жүрген айыптылар анықталды. Тәртіп бұзғандардың саны да аз емес. Арасында айлап төлемей жылдап жүріп алғандар бар. Мұның соңы не болмақ? Бейқам жүрген жандардың жазасын енді сот береді.
Ауырдың асты мен жеңілдің үстімен жүргендері анықталды. Жетісай ауданында өткізілген борышкер арнайы шарасында үкіметке қарыздар бірнеше азамат анықталды. Рейд нәтижесінде айыппұлдарын төлемеген 12 азамат белгілі болып, оларға әкімшілік хаттама толтырылды. Ал көліктерін айып тұрағына қойған. Жыл басынан бергі статистикаға сүйенсек, Жетісайда айыппұлдарды төлеуден жалтарғандар саны 230 адам екен. Облыс көлемінде салынған әкімшілік айыппұлдарды өндіру жұмыстарын жандандыру және жеке сот орындаушылармен бірлесіп мәжбүрлі түрде өндіру шараларын өз деңгейінде жүргізілді. Атап айтқанда, жалпы іс-шара барысында 1.595.806 теңге салынып, 1.065.644 теңге өндірілді. Жеке сот орындаушыларға 520 қаулылар жолданып, жалпы 5.742.502 теңгені құрайды. Түркістан облысының полицейлері аудан тұрғындарына әкімшілік құқық бұзушылық бойынша шығарылған қаулыны уақытында, яғни хаттама рәсімделген күннен бастап салынған айыппұлды 7 тәулік ішінде төлену мен әкімшілік құқық бұзушылық қаулысы шыққан күннен бастап 30 күн мерзімге ерікті түрде айыппұлды өндіру қажет екендігін ескертеді. Өткен шығарылымда сөз өткен мал ұрысы жедел алдын алу іс-шарасы жалғасуда. Нақтырақ айтсақ, тағы да қарақшылар ұсталды, қамалды. Олар өзгенің малын қолды қылған, бас пайдасын ойлаған баугеспелердің ендігі күні не болмақ? Түркістан облысында мал ұрысы жедел алдын алу іс-шарасы өтті. Тексеріс нәтижесінде полиция қызметкерлері 10 қылмысты ашты. Оның ішінде 8-і бұрын жасалған қылмыстар. Сондай-ақ ұрланған 50-ден астам мал тәртіп сақшыларының нәтижелі жұмысының арқасында заңды иелеріне қайтарылды. Мәселен, жедел іздестіру шаралары барысында тәртіп сақшылары Бәйдібек ауданынан мал ұрысын ұстады. Яғни ауыл тұрғындарының бірі аудандық полиция бөліміне малының ұрланғаны туралы арызданған. Анықталғандай, баукеспе жайылымнан 3 қойды жымқырған. Содан кейін оны сатып түскен ақшаны өз қажеттілігіне жұмсаған. Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты қылмыстық кодекстің 188 бабы 1 тармағы мал ұрлығы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, жиналған материалдар заңды шешім қабылдау үшін сотқа жолданды. Мал ұрлығын жолын кесу және ашу бойынша жұмысты жандандыру мақсатында Түркістан облысының аумағында мал ұрысы жедел профилактика шарасы өтті. Шара барысында 10 қылмыс ашылып, оның 8-і бұрын жасалған қылмыстар. Тергеу барысында 50-ден астам мал айғақ ретінде тәркіленіп, оны заңды иелеріне қайтарылды. Түйені түгімен, биені бүгімен жұтып жүрген көмей құдықтылар қоғам дертіне айналды. Қулықтарына құрық байлай алмайсың. Әйтсе де атазаң барлығымызға ортақ күштік құрылым мықты. Тараз қаласында 50 миллион теңгені жымқырған жылпос жайында іс қозғалуда. Жылдар бойы айласын асырып келген ол бір шама адамды сорлатқан, көп асқанға бір тосқан ұсталды. Тараз қаласының полиция басқармасына 57 жастағы ер адамнан шағым келіп түсті. 2021 жылдың маусым айында өзін әкімшілік қызметкермін деп таныстырған әйел алаяқтық жолмен 1.850.000 теңге көлеміндегі ақшасын иемденіп кеткен. Тергеу изоляторында қамауда отырған 46 жастағы жергілікті тұрғын осыған ұқсас 11 қылмыс жасаған. Келтірілген залалдың жалпы көлемі шамамен 50 миллион теңгені құрайды. Ұсталған азаматша кінәсін толықтай мойындады. Аталған дерекке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабы 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Аталған қылмысты жасағаны үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне мүлікті тәркілеуімен 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығын шектеу не сол мерзімге бас бостандығынан айыру түрінде жаза көзделген. Құрметті көрермен, егер сізде жариялауға лайықты бейне материал болса, біздің экранда көрсетілген номерге жолдасаңыздар болады. Ал біздің редакцияға келіп түскен ақпараттар легі осы. Келесі кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын.